Көзіңізді көз ауруларынан сақтайтын 10 түрлі тағам түрімен таныс болыңыз. Бұл туралы осы видеода айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Көз дәрігерлері сәбіз шырынының көз ауруларының алдын алатын керемет қасиеті бар екенін айтады. Бұл шырын А дәруменіне өте бай. Сонымен қатар асқазанда да оңай қорытылады. Емдік қасиеті мол бұл шырынды қай кезде ішсеңіз де болады. Бірақ жылына 2 рет дәрілік үшін міндетті түрде ішу керек. Көздің көруін жақсартып, ауруларының алдын алғыңыз келсе, 1 ай бойы үзбей аш қарынға 1 стакан сәбіз шырынын ішіңіз. Су қараңғылық пен көздің қарығуы кезінде ақжелкен шырынын ішіңіз. Бұл аурудың алдын алу үшін күніне 1 стакан ақжелкен шырынын ішу керек. Егер дәмі ұнамаса, аздап су немесе кез келген көкөніс шырынын қосуға болады. Ақжелкен шырыны мен сәбіз шырынын бірдей көлемде араластырып ішсеңіз, көздің көру қабілетін де жақсартып, көзіңізді тынықтырады. Қызылша көздің жанарын жақсартып, ағзадағы қанды тазалайды. 2 ас қасық қызылша шырынын сәбіз бен ақжелкен шырынына араластырып ішсеңіз, көздің көруін ғана жақсартып қоймайды, сонымен бірге ағзаны қуаттандырады. Көздің көруін жақсартуға қара жидектің де ықпалы зор. Сондықтан да жаз мезгілінде мейлінше 10 стакан қара жидек жеуге кеңес беріледі. Одан бөлек өрік те көзге өте пайдалы жемістердің қатарына жатады. Кептірілген жемістен жасалған шырынның да жанарыңызды жасартатын қасиеті бар. С дәруменіне бай итмұрынның да көз жанарына тигізер көмегі орасан. Егер итмұрынды күнде тұрақты түрде жеп отырсаңыз, көздің қан тамырлары жасарады. Ал долана алыстан көре алмайтындарға өте пайдалы. Оның құрамындағы каротин, аскорбин қышқылы көздің көруін жақсартады. Көз ауруларынан зардап шегіп жүргендерге асқабақ пен балықтың майын қолданыңыз деп кеңес беріледі. Өйткені олардың құрамындағы лютеин мен зеаксантин көз ауруларының алдын алады. Мейлінше күнделікті тұтынатын асқа құрамында лютеин мен зеаксантин заттегі бар тағамдарды қолданыңыз. Бұл бағалы затты саумалдықтан, жүгеріден, ақбас қырыққабаттан, брокколиден, фасольдан, асбұршақтан, жасыл салаттан, сары бұрыштан, кәдіден, картоптан, асқабақтан, қауыннан, кивиден, жүзімнен, апельсиннен, мангодан, шабдалыдан және қара өріктен алуға болады. Көз ауруларынан сақтайтын 10 түрлі тағам түрі. Сәбіз. Бұл көкөністің құрамында жанарыңыздың саулығын сақтайтын А, С, Б, Д, Е дәрумендері, бета-каротин антиоксиданты, калий, кальций, натрий, фосфор, темір, мыс, мырыш және фтор секілді пайдалы элементтер бар. Мәселен, бета-каротин жасы ұлғайғандардың жанарына керемет көмектеседі. Екіншіден, саумалдық. Бұл көкөніс көзді түрлі аурулардан сақтайды. Оның құрамында көздің жанарын су қарыңғылықтан сақтайтын лютеин заттегі А, С, Е, К, В2, В6 дәрумендері мен мыс, мырыш, фосфор, калий, магний элементтері кездеседі екен. Сонымен бірге ақуыз бен майлы қышқылы да алуға болады. Дәрігерлердің айтуынша, саумалдықты тұрақты түрде қолданатындардың 90% көз ауруларынан зардап шекпейді екен. Үшіншіден, соя. Мұның құрамында Е дәрумені мен майлы қышқыл бар. Соя қосылған тағамдар көздің көру қабілетін керемет жақсартатын көрінеді. Төртіншіден, пияз бен сарымсақ. Бұл екі көкөніс күкірт элементінің қайнар көзі болып табылады. Ал күкірт көздің көргіштігін жақсартады. Бесіншіден, жұмыртқа. Көзге ең пайдалы тағамдардың бірі ол жұмыртқа. Оның құрамында күкірт, лютеин және амин қышқылы бар. Бұл заттар көзді су қарыңғылықтан сақтап, жанарыңызды құрғаудан қорғайды. Алтыншыдан, брокколи. Брокколи көздің көруін жақсартып, су қараңғылықтан сақтайды. Оның құрамынан көзге аса қажетті лютеин мен зеаксантинді кездестіруге болады. Жетіншіден, қара шоколад. Қара шоколадтың құрамында көздің қан тамырларын сақтайтын
флавоноидтар бар. Ол көз ауруларынан қорғап, көздің қабығын сақтайды. 8-ден қаражидек. Қаражидек антиоксидантқа өте бай. Оның құрамынан түрлі қышқылды микроэлементтер мен А, С, Б және ПП дәрумендерін алуға болады. Сонымен қатар көзді сақтайтын лютеин заттегі де бар. 9-дан балық және балықтың майы. Бұларды өз кезегінде көз үшін өте пайдалы тағам қатарына жатады. Өзіңіздің және отбасыңыздың денсаулығы үшін арқан балығын жеуге кеңес беріледі. 10-шы жемістер, әсіресе киви, апельсин, өрікті күнде жеп тұру керек. Ал С дәруменіне бай лимон, апельсин, мандарин секілді жемістерді де үзбей жеп тұруға кеңес беріледі. Бұл жемістер көздің тамырларын сақтап, көруін жақсартады. Сонымен қатар әртүрлі аурулардан қорғайды. Көзіңіздің көру қабілетін жақсарту үшін және жастығын сақтап қалу үшін осы жоғарыда айтылған өнімдерді тұтыныңыз. Жылына міндетті түрде көз дәрігеріне 2 рет қаралып тұрыңыз. Ал осы видео сізге пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.